бұрынғы кездердің әйелдері туралы оқып отсаң, қандай күйеулеріне сабырлықты үйреткен. Қазірде де сондай бір оқиғалар бар. Мен өзім мысалға өзімен бірге жолдас болған, бірге оқыған, осы бірге ілім іздеген бір бауырымыздың өзінің әйелімен болған оқиғасын жақсы білем. Осында қиыншылық заманға ұшыраған кезде оның сондай тақуа әйелі қалай алып шыққан. Кәдімгі бірнеше күн су ішіп қалған кездер болған екеуінің. Құр су, нан былай жоқ, нан жоқ. Өйткені сондай жағдай болды дейді, төмендеп кеттік дейді. Енді ол қыз баланы мен еститінем, тақуа, сондай діндар, тақуалық үшін алдым дейді ол қызды. Тақуалық үшін алып үйлендім дейді. Кейін екеуміз бір квартира жалдадық, үйіміз жоқ еді дейді. Әке-шешесі қыздың басында онша риза болмады. Маған қарады, бет-әлпетіме қарады, мынау жігіттің жағдайы материальный төмен сияқты қалай бар екен деп. Бірақ жарайды енді ұнатып қапсың деген сияқты қызым берген еді дейді. Сонымен үйлендік, үй жайлы болдық, квартирада тұрдық. Кейін тамағымыз таусыла бастады, продукты таусыла бастады. Мен еркек ретінде әйелімнің алдында үй ала бастадым дейді. Кәдімгі үйге келген кезде, іштеңе таппай келген кезінде, қалалы жер, ауылда емес, бар біреудің бар сұрай беретін. Бүгін іштеңе таппай келдім деп айтуға қатты ұялып, үйге кірген кезде тек кіргім келмейтін дәрежеге жете бастады дейді. Бірақ кірген сайын әйелім ол да аш отыр үйде, күлімсіреп қарсы алып, іштен кетпейді, иншалла Аллах Тағала бір қиындықтың артында жеңілдік орнатып қойған деп айтатын сөзі мені сондай тойдырып тастайтын еді дейді. Рахаттанып қалатын дейді. Одан сайын ол әйеліме деген махаббатым күшейіп кетті. Шынымен мен қателеспеппін, діні жақсы әйел алыпты деген ойда келе бастадым дейді. Бірақ бұмен бітпеді дейді. Сынақ жалғаса берді дейді. Сосын бір күні аш болдық, қатты шыдай алмадық. Екеуміз бір-бірімізді жаңадан танып отқан бөтен адамдармыз. Бізді тек қана жақындатып тұрған дін, бұрыннан біз танымаймыз. Үйлендік, некеміз қиылды. Енді қой деген сияқты қарызға болса да болайын деп бір 10 жақтағы көршіден барып нан сұрап алып келіп жедік дейді. Екеуміз су іштік, нан жедік болдық. Күніміз сол дейді, басқа ештеңе болған жоқ дейді. Бір нан алып келсе, оны екіге бөліп жейміз де 2 күнге жеткіземіз дейді. Ертесіне енді сол жақтағы көршіден сұраймыз. Алдымыздағы көршіден сұрадық, тағы жағдай болмады. Артымыздағы көршіден сұрадық, бір күні енді көршіден сұрауға бет жоқ дейді. Осылайынан бір кішкене күндер нан мен су болып қалды дейді. Енді келесі күні сұрайтын бет жоқ, азанда тұрым дейді. Қатты ашыққам, қиналған, бірінші күн қиналып кетті, кейін үйрене бастайды екен дейді. Қиналдым, ең қатты қиналғаным азанда ұйқыдан тұрған кезде әйелімнің бетіне қарауға бет жоқ дейді. Бүгін енді кімнен нан сұрап беремін қарызға? Ол да біліп отыр, көршіден нан сұрап алып беріп отырмын дейді. Төсегімнен тұрғым келмей қалды дейді. Ішімнен өксіп жыладым дейді. Ішімнен ештеңе келмейді. Азаннан кешкен базарға барам, ана жақтан жұмыс іздеймін, жұмыс таппаймын, былай қыламын, ештеңе таппаймын, қайтып келемін дейді, болды. Шаршап. Бұл жолы азанда тұрып енді не істеймін? Ешқандай жол көрінбейді маған, ешқандай бір сәуле көрінбейді, ешқандай жұмыс көрінбейді, еш жерден бір нафақа, рызық келетін жер таппаймын дейді. Сосын тұрып, төсекте жатып жылағым келді дейді. Аш адамнан көзінен жас та шықпайды екен дейді. Сөйтіп жаттым, уайымдап, тұрғым келмейді. Ойландым дейді, қазір әйелім не дейтін шығар? Егер қазір әйелім айтса, "Ей, бір аш қылдың ғой. Не болды жағдайымыз? Мен бұлай аш болып көрмегенде бір ауыз айтса, кешірші, мен сенен кешірім сұраймын. Егер басымды босат десең, мен босатайын. Мен сені аш қылуға хақым жоқ деп айтқым келіп тұр дейді. Әке-шешесі алыстайтын дейді. Сол сөзді айтуға дайындалдым дейді. Сондай аш болдым. Егер қазір менің сол жақсы көрген әйелім менен талақ сұраса, беруге дайын болдым дейді. Дүниенің таршылығы соншалық дейді. Сөйтіп уайымдатқан кезде бірақ әйелім басқаша болды дейді. Мен қиналып жылап жатқан кезде иығыма қолын қойды да, "Сабыр қылмайсың ба, ей мұсылман" деп айтты дейді. "Неге сен қайғырасың" деп айтты дейді. "Біз кімбіз" деп айтты дейді. "Сен білесің ба, Аллахтың ең сүйікті құлы Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи саламның үйінде бірнеше айлап от жағылмайтын олардың үйінде. Ол Аллахтың ең сүйікті құлы пендесі еді. Құдайға көп құлшылық қылатын еді. Бірақ сондай кейін азанда тұрып, Айша анамыздан үйде не бар дегенде, бүгін ештеңе жоқ болып тұр Аллахтың елшісі кезде, онда ораза ұстай саламыз деп айтатын еді, сабыр қыл. Алласына сондай шүкірлігі соншалықты жоқ болды дегенде, одан сайын ораза ұстап Аллахты риза қылуға дайын тұр еді. Біз кімбіз пайғамбардың алдында? Сабыр қылайық. Аллах Тағала бір несібесін дайындап тұрған шығар айтты дейді. Тұрып әйелімді құшақтадым дейді. Намаз оқыдым, Аллаға сансыз шүкірліктер айттым. "Я Аллах, расында сен маған бір нығмет беріпсің. Күш қуат берді." Тұрдым да суды іштім, "Ана су әкеп" дейді, "Судан ішіңіз, өте аш жүруге болмайды, асқазаныңызға зиян келуі мүмкін" деп айтты.
су әкеп беріпті, кәдімгі таза су. Суды іштім, бір күш қуат пайда болғандай болды. Базарға кеттім, жүрдім, жұмыс жоқ. Анадан сұрап сөйткен кезде бір қария кісі отыр екен, етік тігіп дейді, етік жөндейтін. Соған барып айттым дейді, қасында отырып әңгімелесіп отырдық. Сосын бір жүзі жақсы көрінді. Айттым дейді, ата, осында бір жұмыс бар ма, әйтеуір қандай бір не істесем болады, қиналып жүрмін, осындай жағдай. Атайын, бала, мен не істейді дейсің, көріп тұрсың ғой, мен етік тіккен адаммын. Мен не істеймін деп сөйтіп отырған кезде, жаңа шалдың қасына бір қыз келді дейді. Сондай бір шетелдің машинасымен келді да, кішкене орысша араластырып сөйлейді екен дейді. Айтты дейді, сөйтсем әкесі екен дейді. Осындай біз бір дальний жолға кетіп баратырмыз, біраз уақыт болмайтын болды. Ана домды қарай тұршы біздің, мына кілт осы деп әкесіне кілтті беріп атты дейді. Сосын жарайды енді, бірақ та кетіп, қызым тоқташы деп айтты дейді, жаңа шалдың жүрегіне құдай салды ма дейді. Мына бір үйім жоқ, квартирасына ақшасы таусылып шығарайын деп жатыр екен, өзі қиналып жүр екен, осыған үйіңді онда сен келгенше бола тұрсың да, мұсылман екен еді. Ой, ата, сен де көп адам тауып аласың, бірақ саған сенемін ғой, сен жақсы адамсың ғой. Жарайды, барсын, ештеңе істемей-ақ қойсын, квартплата ештеңе төлемей-ақ қойсын, просто живут как караулы депті да. Бүкіл үйдегі затты пайдалануға рұқсат беремін депті. Біз келгенше біз как раз үлгере алмай қалып едік, сол бүкіл продуктыларды сатпай неғылмай өздері пайдалана берсін депті. Аспаннан түскендей дейді. Сенбеймін дейді. Кілтті барып көрсетті. Әйеліме келіп айтты дейді, екеуміз үйге бардық. Өте қымбат үй екен дейді, бай адамдар. Екеуміз есікті ашып кірдік те, ана дорожкаларды ананы басуға бет жоқ дейді. Андай кранды ашып қол жууға бет жоқ дейді. Үйренбегенбіз андай нәрсеге дейді. Сенбейміз дейді, қорқамыз дейді біртүрлі. Ана төсекке жату деген ол бір зәреміз ұшады дейді. Біразға дейін көп заттарға тиіспей жүрдік дейді. Холодильникті ашып қалсақ, ой, ондай нәрсені жесек ішіміз өтетін шығар. Көп уақыт ондай жемегенбіз дейді. Біразға дейін есіміз жинап қалды дейді. Құдай бере сапты дейді, субханалла. Ойламаған жерден танымайтын шал, танымайтын қыз үй квартираның кілтін сондай оңай береді танымайтын адамға. Аллах жүрегін игізіп қойыпты. Сонымен тұрды, сол кезде сөйтіп, енді жағдайымыз жақсарғаннан кейін, бәрі дұрыс болған кезде, енді мен жұмысты іздеп жүріп, жұмыс тауып алдым дейді. Теріс, бір кісілермен теріс сататын болдым дейді. Терін үйтіп жүгіріп жүріп, теріс сатып үйтпей жүрген кезде Запорожье сатып алдым дейді. Енді тері құр сатпайын алып келген дейді. Өзім барып ауылға Запорожьеден терілерді алып, әкеп өзім кеп сататын болдым дейді. Сөйтіп жағдайым жақсарып, олар келді, квартирасын өзіне бердік, біз өзімізше болдық. Сөйтіп жүрген кезінде екінші бір сынақ басталды дейді. Әйел кісі, жаңағы әйелім бала көтерді дейді. Сосын бала көтерді, жақсы болды, сонымен уақыт жақындай бастады. Енді бір сондай кішкене УЗИге түсейік деген сияқты дәрігерге қаралу керек болды. Барып УЗИге уақыты жақындан кезде УЗИге түсек, докторлар адамның төбе шашып тұратын бір оқиғаны айтты дейді. Сенің әйелдің ішіндегі бала инвалид деп айтты дейді. Ол адам болмайды. Бұны қазір сол жаңағы аборт жасап алып тастайық. Ертең үлкейіп кетсе, одан сайын қиын болады. Қазір осыны алып тастайық деп айтты дейді. Жоқ, қалай мүмкін емес. Жоқ, шын деп айтты дейді. Осылай УЗИден көріп тұрмыз. Баланың бас сүйегі жоқ дейді. Сенбей уайымдап, әйелімнің көңіліне түсіп кетті, екеумізге бірде айта салды дейді. Менің де көңілім түсіп кетті. Жоқ деп екінші УЗИге барды. Іздеп жүріп, ол да соны айтты дейді. Сосын біз енді УЗИлерді қойып, фатуа беретін адамдарға барып айттық дейді. Білетін адамдарға айтып едік дейді, оны аборт істетуге сендердің хақларың жоқ. Егер Аллах Тағала оған жан берген болатын болса, оның жанын алу хақысы Құдайдың қолында. Егер сендер біле тұрып инвалид деп алып, оны Құдай біледі деп айтты. Сендер әлі дүниеге келген жоқ, баланы туралы айтып жатсыңдар. Аллахтың бергеніне риза болу керек деп айтты дейді. Сол фатуаны естіген әйел кісі айтты дейді, жоқ, менің ішімнен қандай бала туса да, екі қолы екі аяқ жоқ болса да мен Аллаға ризамын. Соны бағып қиыншылығына төзіп Аллахтан сауап табу, оны өлтіргеннен гөрі маған артығырақ деп айтты дейді. Сөйтіп баланы күтетін болдық дейді, туатын болды, уақыт келді, алып бардық, туды дейді, әйел месінен танғандай болды дейді, бала өлі туды дейді. Докторлар көрсетті дейді, қарасам шынымен де миы көрініп тұр, бас жоқ дейді, сүйек жоқ дейді. Осы бүліктен кейін сол сабыр қылатын едік дейді, екеуміз әке шешелеріміз араласты дейді. Сен біздің тұқымымыз жақсы еді, сен қайдағы бір қызды алып келдің, тұқымымызды бұзатын болдың. Туатыны инвалид деген сөздер сондай бір қиындық болды, оны да біз ептеп Аллахтан жәрдем сұрап жеңдік дейді. Сөйтіп жүрген кезде қыздың әке шешесі жағынан бірақта фитна шыға бастады. Сен бір солай кедей жігітке тиіп алдың, күніңді көре алмай жатыр екенсің, біз естідік, бұл жағдай қызымызды алып кетеміз деп қызы мен әкесі соны алыс жолдан оқталып үйге келген екен дейді. Әйелім айтты дейді, не істеймін, осындай фитна шығады. Әйелім айтты дейді, қорықпа,
әке-шешені сыйла деп айтқан, мушрик болса да біз оларды жақсы қарсы алайық, қазір жағдайымыз бар ғой деп айтты дейді. Сөйтіп әке-шешеміз келетін болды, қарсы алдық, дастархан жайдық, бүкіл шамамыз келген нәрсені жинадық, жылы нәрсенің бәрін алдарына қойдық, жылы төсек астарына салдық. Кешке жеткен кезде мен әкесіне алам, келіншегім дейді, шешесінің аяғын уқалап, қолына су құйып, сөйтіп жақсылық көрсетті дейді. Олар көрмеген жақсылық көріп, тым-тырыс отырып кетті да, кеткеннен кейін басқа балаларына айтты. Сен оларды өсектегенше, сендер сол келінім, сол балам, сол жаңа күйеу балам сияқты болыңдаршы деп айтты дейді. Біз солардың үйінде курортта болғандай болып қайтып келе жатырмыз деп айтты дейді. Соларға тілеуін берсін деп қайтты дейді. Міне содан бері Аллаға шүкір келе жатырмыз дейді. Сондықтан ерлі зайыпты болдық деген сөз алдағы кездесетін келешек қиыншылықтарды бірге көру деген сөз. Егер сен күйеуіңді Аллах үшін жақсы көре алмасаң, дін үшін таңдамаған болсаң, егер сен әйеліңді Аллах үшін жақсы көре алмасаң, дін үшін жақсы көре алмасаң, Аллах үшін жақсы көріп, дін үшін таңдамаған болсаң, онда өмірдегі қиыншылықтарға сынау қиын. Кез келген екінші адамның өсегінен сен быт болып кетесің. Кез келген қиыншылықтан, кез келген бір күні таусылған сары майдан, бір күні таусылған құмшекерден, бір күні таусылған шайдан, бір күні таусылған майдан, наннан семья ажырап та кетуі мүмкін. Сырттағы айдаладағы жүрген біреу айтты, әкем айтты, шешем айтты, анау деді, мынау деді, сонымен быт болып кетуі мүмкін. Егер бір-бірін Аллах үшін қорқып, Аллах үшін сөз тыңдамаса.